Сәлем достар, сіздермен Таңшолпан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын медовый торт дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тортымызды дайындау үшін бізге мед, пищевой сода және сапалы 82% сары май, жұмыртқа, қант және де електен өткізілген ұн қажет. Ең алдымен водяной баняда, яғни су моншасында медімізді, оның үстінен пищевой содамызды салып, бір-бірімен реакцияға түскенше, яғни аппақ болып, көпіршігенше араластырып тұрамыз. Мінекей, дәл осы видеодағыдай реакцияға түсу қажет бір-бірімен. Одан кейін үстіне сапалы 82% сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей, енді бізде осындай масса пайда болды. Енді оны водяной банядан алып қоямыз. Ендігі кезекте 3 жұмыртқамызды және де қантымызды бір ыдысқа салып, вентиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы водяной баняда жасап алған массамызға, яғни медімізға салып, жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Бізде араластырғаннан кейін осылай шығу қажет. Бұның үстіне ұнымызды 2 бөлікке бөліп, салып, жақсылап қамыр дайындайтын боламыз. Бізде осындай қамыр дайын болды. Енді бұны целлофанға салып, холодильникке 40-50 минутқа қойып қоямыз. Тортымызға крем дайындайтын боламыз. Мен сгущенка, сметана және сары май пайдаландым крем үшін. Сіздер заварной крем немесе сливкимен өздеріңіз крем дайындап жасасаңыздар болады. Менде осындай қоюлықтағы крем шықты. Дайын болған қамырымызды холодильниктен шығарып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Домалақтап алған дайын қамырларымызды оқтаудың көмегімен кішкене ұн себе отырып жайып аламыз. Және де мен тортқа арналған кольцоның көмегімен домалақ форма жасап, оны вилкамен тесіп дайындап қойдым. Торттың барлық дайындалған корждарын осылай домалақтап кесіп, вилкамен тесіп алдым да, алдын ала дайындап қойдым. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 4-5 минуттың көлемінде пісіп шығады. Тортымызды дайындау үшін қажет болатын барлық ингредиенттерді төмендегі описание бөліміне қалдырдым.
Мінекей менің корждарым дайын болды. Екі жағда осындай әп-әдемі болып, қатты күйіп кетпей, пісіп, жақсы болып шықты. Тортымыздың жан-жағынан қалған корждарын измельчительдің көмегімен езіп, кружка дайындап аламыз. Тортымыздың бетіне себу үшін қажет болады. Тортымызды жинауға кірісейік. Алдымен тортымыздың астына кішкене кремнен жағып қояйық, қозғалып кетпес үшін. Одан кейін 2-3 қасықтан әр корждың арасына кремді салып, жақсылап жағып аламыз. Енді тортымыздың бетін бағанағы корждарды, езіп алған корждарымызбен жауып сәндейтін боламыз. Менде осындай астикордан алған қазақша оюлары мен трафарет бар. Трафаретімізді торттың бетіне қойып, сахарный пудра сеуіп, әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, өте нәзік, әрі дәмді, жеп-жұмсақ тортымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Таңшолпан.